Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ата заманда етті қалай сақтағанын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертеде ата-бабаларымыз еттерін осылай сақтаған болатын. Ол үшін бізге сойылған малдың терісі қажет болады. Терісін әбден жуып алып, етті сол терінің үстіне тұздаймыз. Еттеріңізді көктемнің алғашқы күніне дейін балғын түрде сақтағыларыңыз келсе, осы кеңеспен жасаңыздар. Керекті мөлшерде еттеріңіз тұздалғаннан кейін терінің шет жақтарын пышақтың ұшының көмегімен тесіп алып, сол тесіктерге қатты жіп өткізесіздер. Біз бұл жағдайда шпагатты қолдандық. Барынша аузы жабылғанша буы керек. Осылайша етімізді балғын түрде көктемнің алғашқы күніне дейін сақтауға болады. Егер де кеңесім ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.